балалар? Балалар, тақтада не көріп тұрмыз? Дұрыс балалар. Бүгін балалар топқа киіз үй арқылы бөлінетін боламыз. Қазір бір-бірлеп келіп, киіз үйдің үстінен бір-бірлеп басып шығамыз. Киіз үйдің біреуін таңдаймыз. Тезіп, біреуін таңдаймыз. Сен бірінші топ, бірінші партаға барасың. Кел. Бір-бірлеп тезіп келеміз. Бір киіз үйді таңдаймыз. Бірінші топ. Кел ол. Тезетеміз. Тез бірін бас. Екінші топқа барамыз. Тез тажал. Бірінші топ. Кел. Так, балалар, егер бір-бірімізді тыңдағымыз келсе, бірге шапалақтаймыз. Егер балалар бір ұйымшыл болғымыз келсе, екі рет шапалақтаймыз. Егер балалар сабақта белсенді болғымыз келсе, үш рет шапалақтаймыз. Енді балалар, назарымызды тақтаға аударамыз. Сәлем ақылды достар, сендер бүгінгі сабақта тапсырмаларды дұрыс орындап, өз білімдеріңді дәлелдейсіңдер деп сенемін. Сендерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, тақтаға қараймыз, өткенді қайталау. Так, бірінші сұрақ, пернетақта дегеніміз не? Пернетақта дегеніміз компьютерге ақпарат енгізуге арналған құрылғы. Екінші сұрақ, балалар, меңзер дегеніміз не? Меңзер дегеніміз экранда символ пайда болатын орынды жыпылақта көрсетіп тұратын белгі. Жақсы, Айзелі отырады. Оқушылар, тақтаға қараймыз. Суретте не көріп тұрмыз? Қандай әңгіме құрастыруға болады? Мұғалім тақтаға есеп жазып жатыр. Жақсы, Жания. Оқушы дәптерге есеп жазып жатыр. Жақсы, Ерасыл, отырады. Балалар, жаңағы сөйлемді енді біз компьютерді теру үшін нені пайдаланамыз? Пернетақта. Дұрыс балалар, пернетақтаны. Дұрыс балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пернетақтада жаттығу. Бүгінгі мақсатымыз оқушылар пернетақтада негізгі пернелердің атауын білу, пернетақтаның қызметін түсіну және оларды дұрыс қолдану. Тақтаға қараймыз. Бізде пернетақтаның пернесінде қазақ, орыс және ағылшын әріптері орналасқан. Пернетақтаны басқанда әріп пен символдарды шатастырмай, жылдам әрі дұрыс теруіміз қажет. Пернетақтамен жұмыс істеу үшін оның құрылғысын білу өте маңызды. Балалар, бізде бірінші басу пернелері, олар алфавиттік, цифрлық және таңбалық пернелер. Екінші, бізде басқару пернелері, олар escape, enter, шрифт, капсул және alt control пернелері жатады. Үшінші, бізде қызметтік пернелер, олар F1-ден F12 дейінгі пернелер. Төртінші, меңзерді басқару пернелері, олар бағыттауыш пернелер, оңға, солға, жоғары, төмен. Және бесінші қосымша пернелер, ол намдық пернесі. Балалар, бізде енді топтық жұмыста балалар пернелердің қызметін білу және сәйкестендіреміз. Енді үшінші меңзерді басқару пернелерін тап. Келесі қызметтік пернелер. Бесінші қосымша сандық пернелер. Балалар, топтық жұмыстың нәтижесі жақсы шықты. Мен сендерді тәртіппен бағалаймын. Балалар, бізде жұптық жұмыс. Бізге сөйлем қате берілген. Біз сөйлемді дұрыс құрастырып, тиісті сөзді тауып, анықтаманы дұрыс оқуымыз қажет.
Kelesi söz. Hangisi? Çapstıramız. Birinchi jip, kelesi jipni nasmaylik arqali bog'laysizlar. Kompüterga axborot yozuvga arналgan qurollar. Biz bitta transport endi bog'laymiz. Smaylik beramiz. Bolalar endi bizni sergi to'satib, o'rnimizdan turamiz. Hammasi bolalar endi uramiz. Bizde jeki işimiz o'rnimizdan turib, bir kompyuterga o'tiramiz. Uy topshirmasi bolalar, pernelerni bo'yaymiz. Mana yerda davsiz dibis pernelerin ko'k tus bilan bo'yaymiz. Davsiz dibis pernelerin qizil tus bilan bo'yaymiz. Sandiq pernelerni jasıl tus bilan bo'yaymiz. Simvollarni sariq tus bilan bo'yaymiz. Arnaya pernelerni ko'lgin tus bilan bo'yaymiz. Osman sabahımızın sonuna geldik. Sabahtan keyin bayramskeli ketimge o'quvchilar. Bolalar, bugungi sababimiz sizlarga tushunarli bo'lsa, jasıl tusni basamiz. Ma'lum so'roqlarimiz bo'lsa, sariq tusni basamiz. Agar sabaq tushunarsiz bo'lsa, qizil tusni basamiz. So'roq netlamish. Amjad, tez-tez bir-birini deb kelib basamiz. Jinski. Alixan ket. Shaniya. Amina. Bolalar, bugungi sababimizdan ne tushundingizlar? Kendi taxtani жұмыс істеу және оны басқару. Boshqaruvda o'rgandik, ya. Bitta taqtada жұмыс істеуді және оны boshqaruvda o'rgandik. O'tiramiz. Qanday жұмыстар bo'ldi bizda? Өзіндік жұмыс болды. O'zimlik жұмыс. Alixan bizda to'pliq жұмыс bo'ldi, және Маған жүкті жұмыс ұнады. Жақсы балалар, өте тамаша. Балалар, бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.